Қазір спокойно, альхамдулиллах, прям, знаешь, Қанша ішесіз? 2 стакан? жоқ, бір стаканның өзін зорға ішетінмін ғой, қинау. Мына жерде бар ғой, қинау жоқ. Мынау деген мына асқазан, желудок, поджелудокты поправляет, все поправляет. Өтің бар ма, нең бар ма, поправляет, и сен уже суды да нормально. Су ішпей қалған деген онда сұмдық. Обезвоживание болады бір ғой. келіншек звондап жатыр, өткенде осы қалада алған, дыхание алған. Сол күйеуіме іштеп қойып кетсем, прям ұрттап жіберіп кетті. Ұрттап ішуге болмайды, қасықпен ішу керек дедім. Соны дейді, түбінде бір қасық қалған екен дейді, соны өзім 2 күн іштім дейді. Прям мұрным маңқылдай беретін дейді. 2 күнде мұрным шайдай ашылды. Қайсынан? Сол маған бір дыхание тастап кетіңізші дейді, ана майрайне тастап кетіңізші. Өзіміздің қазақтандық өнім, керемет өнім. Иә. Біз анау шетелдікін алып, Просто қараңдар қыздар, мен орысша айтайын да. Иә. Вот қазір мен бүгін кеше келдім ғой Таразға. Қазір осы жерге офисқа келдім. Менде бір кісі бар. Рак матки. Қазір көрсетемін фоткаларын. Қазір звондалып, бәрі біз қалып кетіп О, вообще. жүрек жанып кетті. Сол кісі Алматыдан бір кісі білмедім ғой қандай продукция, қалай конкретно жұмыс істейтін. Да, Нужна вера даже, да. нужна вера дейді. Бірақ Асан мырзаға звондап, соған шығып, полностью маған расписание берді, қалай мына ішу керек. Сонда ол қыз Асан? на 224 тысячи взяла продукцию. Класс. Сол 2 ай ішті ғой. Қазір маған звондап жатыр, с больницы вышла, у меня все чисто деді ғой. Врачи Классная. То есть я сейчас, да, конечно, классный результат, потому что я, когда ее брала, я за себя боялась, насколько продукт ей поможет. И вот я хочу просто показать фотки, когда она мне сняла, и я не знала, что ей, что порекомендовать. Я сказала, дай мне время, чтобы я полностью проконсультировала. Вот считайте, рак матки. Я ей сказала, домой сейчас приедешь, отправь мне после все, что тебе сняли. Потому что у меня все чисто. Этот человек пил с верой. Қанша уақыт ішті? 2 ай ішті. 2 айдан 2 айда тап-таза болып шықты. Тап-таза шықты. Вот Катюшка не даст соврать, она мне позвонила. Сахары бар да менің ағамның. Сіз мынау результатты кәдімгі мынандай голосовой жіберіңізші, шатымызға Мен соны күтіп отырмын, когда қазір үйге келеді ғой, қыз больницадан шықты. Сол Ол керемет результаттар болады, әлі голосовоймен де жіберіледі, видеода болады ғой. Мен просто соның өзіне алдым.